Алтын дөп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біз сіздер үшін тағы да тамаша футбол ақпараттарын, жаңалықтарын дайындадық. Бірден андатпасын айтайық. Аль-Насрға Криштиану Роналдумен бірге тағы да бір футбол әлемінің жұлдызы барады. Коди Гакпо ПСВ-дан ресми түрде кетті. Реал Мадрид Карло Анчелоттидің орнына жаңа бапкер қарастыруда. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Жазылмай қарап жүрген достар болса, міндетті түрде жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын жеткізетін боламыз. Олай болса, сіздер бізді білесіздер, біз әдептен озбаймыз, көп созбаймыз. Бастаймыз, кеттік. Бүгін Криштиану Роналду жайлы ақпараттардан, жаңалықтардан бастайтын боламыз. Криштиану Роналду Сауд Арабия елінде жүргеніне біраз уақыт болды деп хабарлайды медиалар және де басылымдар. Ал енді бірақтан нақты ешқандай да келісімшарт жасалып жатқан жоқ. Ол жерде жүрген суреттерінде ақпарат көздері шығарып жатқан жайы бар. Кейбір ақпараттарға сүйенетін болсақ, Аль-Насрдың ресми дүкендерінде Криштиану Роналдуның жейделері сатылып жатыр дегенде ақпараттар бар. Енді Аль-Насрдың спорттық директоры Марсель Мырза айтады: мен қазір Криштиану Роналду біздің командада бар немесе жоқ деп ештеңе айта алмаймын, себебі еш нәрседе әлі шешілген жоқ деген ақпаратты бізге жеткізді. Ал енді бұл жерде, бұл орайда Ерик Тен Хагта сұхбат берген екен. Сол сұхбат осы Криштиану Роналдуға қатысы бар болғандықтан сәл оны да айта кетсек. Криштиану Роналдумен сол баяғы сұхбаттан кейін әлі сөйлескен жоқпын. Мен өзім Манчестер Юнайтедке келген кездегі мақсатым бір жақсы команда құру болатын. Ал Криштиану Роналду сол жақсы команданың бір бөлігі болғысы келген жоқ. Мен ешқандай да өкінбеймін, ештеңе де қылмаймын. Мен жалпы өткен нәрсеге энергиямды жұмсағым келмейді. Криштиану Роналдусыз да жақсы команда құра аламыз деп санаймын, және де мен Манчестер Юнайтедпен тек қана алға жылжығым келеді, деді Ерик Тен Хаг мырза Манчестер Ньюс сайтына берген сұхбатында. Достар, кеше біздің телеграм арнамызға тіркеліңіздер. Телеграм арнамызда біз сіздерге тегін болжам береміз деген едік. Тіркелгендерді құттықтаймыз, және де жай ғана тіркеліп қоймай біздің болжамымызға сенгендерді ерекше құттықтаймыз. Себебі біз кеше телеграм арнамызда сіздерге болжам берген болатынбыз, және де ол болжам 100% оп-оңай, қиналмай шықты. Бүгінде сіздерге телеграм арнамызда тегін болжам беретін боламыз. Сондықтан да телеграм арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Бұл біздің телеграм арнамыздың ссылкасы осы видеоның астында описание бөлімінде тұр, достар. Ливерпуль жайлы жаңалықтарды айта отырайық. Ливерпуль ресми түрде Коди Гакпоны өздерінің қатарларына қосты. Осы 1-2 күнде Англияға аттанатын болады. Гакпо осы келісім шарттардың нүктесін қоюда ПСВ клубы ресми сайтында хабарлады. Ливерпуль клубымен келісім шарттардың бәрі орындалды. Гакпо Ливерпульдің ойыншысы. Ал енді бейресми ақпараттарға сүйенетін болсақ, трансфердің құны 50 миллион евро болған бонустарымен бірге. Ал бонустарды алып тастайтын болсақ, 37 миллион евро. 23 жасар ойыншыны, жақсы, талантты, мықты ойыншыны, перспективасы бар ойыншыны осылай арзанға алып алғаны үшін Ливерпуль клубына респект деуге болады. Челси клубы жайлы ақпараттарды айтайық енді. Джорджиньо деген жартылай қорғаушы бар, тамаша бүкіл алаңды көре алатын мықты қорғаушылардың бірі, жалпы әлемдік деңгейдегі қорғаушылардың бірі деп толықтай айта берсек болады. Дәл осы жартылай қорғаушы жайлы The Athletic басылымы ақпарат таратқан екен, осы маусымнан кейін басқа клубқа кетеді деп. Ал енді The Athletic басылымы нақты осы АПЛ-да дұрыс ақпараттарды тарататын басылымдардың бірі.
толықтай сене берсек болатын шығар. Жоржиньо басқа команда іздеп жатыр екен, және де келісім шарты осы маусым аяқталғанда бітеді, ал осы қысқы трансферлік терезенің кезінде өзі қалаған клубпен келісім шартты жүргізе алады. Бұған Челси ешқандай да тоқтау қоя алмайды. Ал енді Жоржиньомен бірге N'Golo Kanté кетеді дегенде бәріміз де білеміз. Мүмкін кетіп те қалған шығар, тек қана ресми ақпараттар бізге жетпей жатқан шығар. N'Golo Kanté енді Барселонаға барады деген ақпарат шыққан болатын, бірақ та әлі нақты емес. N'Golo Kantéның агенті Барселонадан нақты келісімшарт сұраған, Барселона әлі нақты келісімшартты беріп отырған жоқ. Енді қазір мынандай ақпараттар шығып жатыр. N'Golo Kanté Криштиану Роналдомен бірге Аль Насрда ойнайтын болады. N'Golo Kantéні еркін агент ретінде Аль Наср алғысы келеді. Аль Наср тек қана абырой үшін емес, клуб үшін жасаймыз біз дүниелерді дегенге келтіріп отырған сияқты осы әңгімелеріне қарағанда. N'Golo Kanté және Криштиану Роналду Аль Насрға баратын болса, Аль Насрдың жанкүйерлері де шығып қалады біздің Қазақстаннан. Жоа Фелиш деген тамаша ойыншы бар Атлетико Мадридта, бірақ та Атлетико Мадридта ашыла алмай жатқан жайы бар. Енді Атлетико Мадридта көп бұл жігітті ұстап отырғысы келмейді, дәл қазір сатып қалғысы келеді, және де сататын болса 100 миллион евроға ғана сатамыз деген ақпаратты таратқан екен, бірақ та Атлетико Мадридтің өздері де біледі, Жоа Фелишті 100 миллион евроға ала қоятын команда жоқ екенін, және де осы қысқы трансферлік терезеде арендаға, яғни жалға ойыншыны беруге дайын Атлетико Мадрид клубы. Жалға ойыншыны береді, және де өздерінің келісім шарттары бар екен. Жоа Фелишті жалға алған клуб Фелиштің толық жалақысын төлеу керек, және де қандай да бір мөлшерде Атлетико Мадридқа да ақша төлеуі керек. Бұл да Жоа Фелишті алатын командаға қолайсыздау ұсыныс, бірақ та сатып алу құқығымен жасалатын болса келісім шарт алуға дайын екі клуб бар. Олардың бірі Манчестер Юнайтед, екіншісі Арсенал клубтары. Дәл осы екі клуб Жоа Фелишті жалға ала алады, егер де сатып алу құқығымен келісім шарт жасалатын болса. Реал Мадрид жайлы жаңалықтарда енді жиі шығатын болады, себебі Карло Анчелоттидің кететін кезі жақындады. Әлбетте көрсетіп жатқан ойынына, ойын мәнеріне емес, өзінің сөзіне байланысты. Жалпы Реал Мадридте қазір ойындары өте тамаша, жақсы деңгейде. Бірақ та Карло Анчелоттидің өзі айтқан, менің соңғы баптаған командам осы Реал Мадрид болады деп. Одан кейін өзі лайықты пенсияға шығатын болады. Заслуженный отдых дейді ғой, лайықты демалысқа барады. Ал енді осы маусымнан кейін кете ма, келесі маусымнан кейін кете ма, оны Карло Анчелоттидің, Папа Карлоның өзі шешетін болады. Бірақ та қашан кетсе де оның орнына ауыстыратын бапкерді қарастыра бергендері дұрыс Реал Мадридтің. Ал енді Реал Мадрид клубы оның орнына Баварияның қазіргі бапкері Наглисманды қарастырып қойған екен, одан бөлек Томас Тухельді қарастырып қойған екен. Наглисманды білмеймін, енді Томас Тухель қазір жұмысы жатыр, еркін агент, келіссөздер жүргізу де оңай, келісу де оңай болады Томас Тухельмен. Және де Томас Тухельға осы Реал Мадридтің стилі да келетін сияқты, тактикасы да келетін сияқты. Томас Тухель құлатып алмай ары қарай өрлететін тәрізді менің ойымша. Одан бөлек Реал Мадридта болып жатқан жаңалық дәл қазір Мбаппе Реал Мадридқа келеді, айтеді, бүйтеді деген ақпараттар көп, бірақ та Реал Мадридтің басшылары Мбаппеге көп энергиямызды жібермей қояйық, Мбаппе өзі келсе келер, келмесе қояр. Қазір бізді шаршатып жіберді. Қазір бізде өзіміздің бар ойыншыларымен де жақсы ойын көрсете алатынымызға сенімдіміз дейді. Оның кімді меңзеп тұрғанын бәріміз де біліп отырмыз, ол Винисиус Джуниор. Джуниор қазір әлемдегі ең қымбат ойыншылардың ішінде үштікке кіреді, өте мықты ойыншының бірі. Мбаппеден кем емес деп айтуға келетін шығар. Сондықтан да дәл қазір Реал Мадрид Мбаппеге бола бастарын қатты қатырғысы келіп отырған жоқ. Ал достар, бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттарымыз осындай. Біздің телеграм арнамызға тіркеліп тегін болжамды алуды ұмытпаңыздар. Және де бүгінгі жаңалықтарымыз ұнаса лайк басып, бүгінгі жаңалықтарымызға қатысты ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде комментарияға жаза отырыңыздар, достар.